Сұлтан Ахмет майданы, Стамбулдың тарихи жүрегі, 2000 жылдық мирас. Айя София һәм Көк мешіт аралығында жайласқан. Бұл дәуірдегі мешіт һәм майданларда инновацион су һәм дренаж системасы бар болған. Су Айя Софиядан алып келінген. Европа һәм Византияның көп бөлігінде бұл дәуірде бұндай канализация жоқ болған. Көк мешіт, Сұлтан Ахмет мешіті деп айтылады. 1609-1616 жылдар аралығында Сұлтан Ахмет бірінші бұйрығымен құрылған. Бұл мешітте түрлі жетекші асман инженерлері, Мимар Синанның мектебінен өткен архитекторлар қатынасқан. Хюррем Сұлтан хамамы. Бұл Айя София һәм Көк мешіт аралығында жайласқан. 1556-1557 жылдары Сұлтан Сулайман һәм Хюррем Сұлтан құрдырған. Хамамды Мимар Синан һәм оның шәкіртлері құрған. Ыссы су һәм парлану системасы сол уақытта заманауи деп есептелген Европада ұшырамайтын дәрежеде істелінген. Топкапы сарайы 1459-1465 жылдар аралығында Мехмет II тарапынан құрдырылған. Сарайда арнайы су алып кіру һәм шығару системасы бар. Сарайдағы әрбір рәсми ханаларға су кіртілген. Сарайды сол дәуірдегі Осман империясының ең жақсы архитектор һәм инженерлері құрған. Топкапы сарайында 1465 жылдан бастап 191 жыл давамында 23 сұлтан жасаған һәм 1856 жылы Дөлмебақчы сарайына көшіп өткен. Дөлмебақчы сарайы 1839-1856 жылдары Сұлтан Абдылмеджид тарапынан құрдырылған. Сарай интерьері һәм архитектурасы Франция сарайларынан илһамланып құрылған, яғни Версальдан.